Қалалық Нұр мешітінде мектепке жол акциясы өткізілді. Мектепке жол іс-шарасы қалалық басқарма өкілдері, кәсіпкерлер сонымен қатар қайырымды жандардың атқарған көмек арқасында ұйымдастырылады. Осы жандардың көрсеткен көмектері аз қамтылған көп балалы отбасылардың балаларын мектепке дайындауға септеседі. Бүгінде мешіт тарапынан 40 бүлдіршін сыйлыққа ие болды. Бір балаға 15 мың теңгеден, әрбір отбасында 3 бала, 4 балама жаңағыдай біз қаражаттай беру жөн көрдік. Өйткені біреуіне жаңағыдай спорт киімдер керек, біреуіне жаңағыдай сумка керек, дәптер, құрал жасаймандар керек. Яғни әркім өзінің қалаған дүниесін сол қаражатқа яғни сатып алады. Жылдан жылға оқушыны мектепке дайындау қиындай түсуде. Тендік Мұхамеджанова жалғыз бастана. 6 сыныпта оқитын қызына бүгін ақшалай сыйлық табысталды. Енді олар оқу жылына мектеп құралдарын алуға асығуда. Қызымды мектепке баратын кез келе жатыр. Соған беріп жатқан міне көмектеріңізге сіздерге рахмет. Мешіт тарапынан барлығы 50 аз қамтылған отбасыларға осындай көмек көрсетілетін болады. Іс-шара соңында оқушылар мен ата-аналар мешіт басшылығына алғысын білдірді.